бір күні өте кішкентай әрі сүйкімді кішкентай ғана қыз болады. Ол қыздың әжесі бар еді. Қыздың туған күні болатын күні әжесі ол қызға қызыл телпек сыйлайды. Сол күннен бастап қызыл телпек ол қызға өте қатты ұнап қалады да, ешқашан шешпей дәл осылайынан тағып жүреді. Сол күннен бастап осы кішкентай сүйкімді қызды барлығы қызыл телпек деп атап кеткен болатын. Тіпті көршілері де оны қызыл телпек деп таниды. Қазір мен қызыл телпекті шақырып ыстық нан пісірген едім. Сол нанды беріп жіберейін мен. Әжесіне апарып берсін. Одан кейін кішкене тамақ дайындаған, банкеге салып беріп жіберіп жатырмын тамақты. Сосын осындай күшті суық беріп жіберіп жатырмын. Не істеп жүрсің сен мұнда? Ойнап жүрсің ба? Ақыры ойнап жүрсің ғой соғұрлым ше. Мына жерде мен соқ, тамақ, нан салып қойдым. Әжеңе апарып бере қойшы мақма. Әжең қарны ашып жатқан шығар ана жақта, иә? Апарып бере қой, жарай ма? Ай, молодец. Бірақ ертерек кел, мақұл, тез бар да кел. Осылайша қызыл телпек үйінен шығып әжесінің үйіне келе жатады. Көшедегі тұрған гүлдерді алып, өзінің қоржынына салып жинап және иіскеп, дәл осылай көшеде келе жатады. Дәл осы сәтте алдынан қасқыр шыға келеді. Бұндай қасқыр қайдан кезікті маған деп таңғалып тұрады. Сол кезде қасқыр айтады: мен саған ешқандай зияным тимейді. Сен тек қайда бара жатқаныңды айта қойшы. Сол кезде қызыл телпек: әженің үйіне бара жатырмын деп қызыл телпек қасқырға жауап береді. Қасқыр сол кезде: әжеңнің үйі қай жерде? деп сұрайды. Ал қызыл телпек: менің қасында үйде деп жауап береді. Қасқыр әжесінің үйіне ең бірінші болып жетіп, бірінші әжесін жеу мақсат еді. Сол үшін қасқыр қызыл телпекке ең ұзақ жолды көрсетеді. Әрі ол жолда жезтырнақтың үйі болатын. Ал сен кете бер, мен өз жөнімен жүре беремін, дейді қасқыр. Қызыл телпек өз жөнімен жайлап жүріп кетеді. Оның ойында ештеңе жоқ еді. Ал қасқыр болса, оның әжесінің үйіне кетіп қалды. Осы балалардың алдану жолы тез алданады бұлар. Мына ойыншықтарды әдемілеп тізіп қойсам, балалар өздері-ақ қызығып торыма түседі. Бұрын неге ойында осы болмаған? Енді есіме түсіп тұр ше. Мына ойыншықтар әдемі екен ғой, күшті екен ғой. Әдемі шынай, мынаның бәрі әдемі ғой. Мынаны әжеме апарам. Мынаны қалғанын өзім алам. Күшті әдемі ғой. Айтпақшы, аяқта да ойыншықтар көп шығар. Көрейін аяқта ойыншықтар көп сияқты. Есікті кім жапты? Кім бар? Кім бар? Кім жоқ екен айнаға көресің. Қаш! Кеттіңдер? Аш есікті кім бар? Ашыңдар! Ұсталдың ба сен қыз? Бері кел. Жоқ, мен жібермісің, мен сезем, қорқам. Бері кел бол тез. Кел. Қазір мен сені жеймін.
Кел. Жарайды. Кел. Келсең, ештеңе істемеймін. Сен мына тамақтарды маған әкелдің ба? Өңкей менің жақсы көретін тамағым. Мынау менің любимый согам. Мынау менің любимый наным. Мынау менің любимый тамағым. Қақтан таптың менің бұлай жақсы көретінімді? Чота, сен өз маған ұнап қалдың. Отыр қасыма. Отыр. Қасыма дедім. Отыр. Атың кім? Менің атым Қызыл Телпек. Мен әжеме заттарды апара жатқан едім. Мен жіберші өтінем. Жоқ, жібере алмайым, сен қыз маған ұнап қалды. Мына заттардың бәрін әжеңе апарам дедің ғой. Енді әжеңді көрмейтін боласың. Жылама, жыласаң сені шығарат деп ойлап отырсың ба? Наоборот, қамаймын мен сені жыласаң. Так, мен саған пока тиіспей тұрайын. Мен әкелген тамақтарымды жеп алайын. Ошақтың астын жағайын, сені кешкі асқа қалдырам. Сен бұл жақта отыруың керек, әйтпесе менімен барсаң қашып кетуі мүмкін. Заттардың бәрін жеп келейін. Тоқта, саған бұл жерде отыруға болмайды. Сен кіп-кішкентай болып барлық жерге сыйып кетіп қаласың. Жүр, менің қолымнан ұста. Жүр, тез жүр. Бол. Кір осының ішіне. Кір. Әйтсем қашудың амалын ойластырып отырасың сен. Кір, аяғыңды кіргіз. Мен келем дегенше мына жерден кетуші болма. Жылжымайтын бол. Жарайды. Мен кеттім. Қандай дәмді тағамдар. Кеттім. Есікті қоттамағанға жақсы болыпты, ура! Бірақ ана есікті қотта қойған шығар. Көрем. Есікті ашық тұр, ура!